жататын ынтымақсыздық белгісі бет алдына ай сенделген білірсің ай көргеннен тек жақсылық ай тергеннен жақсының түбін ай білмесе несі артық ай өлгеннен ауылда өскен балаларымыз ғой. Әкеміздің таңертеңге шешейін жұмыс бітпейтін негізі. Көп жұмыс өзіміздің де мойнымызда, малдың астын тазалау, әжемізге шай беру деген сияқты ағаларымыз әскерде болған кезде көбінесе бізді тәрбиелейтін анамыз болатын. Бірақ анамыз екі сөзінің бірінде әкеміздің қандай асқар тау екенін, әкеміздің қандай маңызды адам екенін сөйтіп тәрбиелеген сондай, әкеміз жаңағы кейде бізге келгенше, ол келгенше біз ұйықтап қаламыз деген сияқты. Көрген кезде басымыздан сипайтын. Сол кезде кәдімгідей бір дәу үлкен асқар таудың келіп, басымыздан тараған жылу табанымызға дейін жетіп, соның қандай үлкен тәрбие екенін ыздап отыратын, тізіп отыратын анам марқұм болатын. Жандар жәннатта болсын. Әкеміздің образын қалыптастырады екен ғой сонда бізге. Ол кісінің қандай ақылды адам екенін, ол кісінің қандай төзімді адам екенін, ол кісінің жалпы үлгілі адам екенін бізге анамыз жеткізеді. Анамыз былайша айтқанда, заманауи айтқанда, сол кісінің пиар менеджері болған сияқты ғой. Яғни бізге соншалық түсіндіретін әкеміздің сөзі заң болатын. Ол кісі дұрыс айтпайды деген ұғым бізде болмайтын жалпы. Ол кісінің әр сөзі біз үшін шеге кәдімгі қабырғаға қадалған, сондай болып миымызға қонатын. Анда-санда айтқан бір сөзі біз үшін кәдімгідей бағдарлама болатын былайша айтқанда. Сондықтан әкеміздің бізге деген мейірімін біз сияқты қазір көңіл бөліп, бірақ ол кезде Құдайға шүкір бүгінгідей әлеуметтік желі жоқ. Бала сол әке мен ананың аясында көршілерінің, мектепте ұстаздарының, ұстаз деген біз үшін ол кезде ол да бір әкемізге пара-пар құрметті сондай бір адам болатын, сөзін жерге тастауға болмайтын. Сабақ оқу деген бізде ол бір оны жасамаса қылмыс сияқты болып көрінетін. Негізі үлкен Болман әкем өзі халық ақыны, ол кісі Кенен Әзірбаевтармен бірге жүрген, ол кісі Шашубаймен айтысқан. 8-ші класста өзім мектеп сыныпта, 8-ші сыныпта өзім оқыған ол кісі Шашубай мен Болманның айтысын әдебиеттен. Ол кісі мені кішкентай кезімнен қалам ұстауға үйретті. Яғни 1-ші класқа бармай жатып, А әрпін жазуды мықшыңдап отырып, терілеп отырып, соны жазатынмын. Б әрпін жазуды деген сияқты кәдімгі әліппені үйретті. Ә әрпін, Ö әрпін, ұқсас дыбыстарды үйретті. Сол кісімен сосын өлеңін жазатын жағдайға жеттім. Бір шумақ өлеңін жаза алатындай, сөйтіп отырып, 3-ші ме 4-ші кластарда мен кәдімгідей қолым жүйрік жаза алатын жағдайға жеттім. Ең басты сөздің түбірлерін түсініп. Әжем әрқашан мақал мәтелмен сөйлейтін. Сондықтан бұл жерде тек қана әкенің ғана рөлі емес, жалпы отбасындағы өзіңді қоршаған әкеңнің әкесі, әкеңнің анасының сөздері өте көп нәрсеге жетеледі бізді. Балаларыма қатал емеспін, бірақ бір қағиданы жақсы ұстанам. Балаңды аясаң аяма. Немесе боламын деген балаңның бетінен қақпа, белін бу дейді. Осы екі қағиданы қатар ұстасаң, сосын қорқытқаннан гөрі мейірімнің әсері көп екенін түсінуіміз қажет деп ойлаймын. Ақылмен түсіндіру, айраймен емес. Осы дүниені қолданам, өйткені әлемде неше түрлі ғылыми негіздері бар бала тәрбиесінде. Соның ең бастыларының бірі педагогикадан басталатын этнопедагогика, этнопсихология болатын болса, тағы бір Аманашвили деген үлкен ғалымның гуманная педагогика деген ұғымы бар. Яғни сүйіспеншілікпен тәрбиелеу, махаббатпен тәрбиелеу. Әрине кейде айтып қоям, егер де мұнан былай жасамасаңдар, ақылмен айтқанды түсінбесеңдер, онда мен дүрелеуге мәжбүр болам. Ол бізге керек пе деймін. Өйткені мен сендерді өте жақсы көрем, жүрегіммен жақсы көрем. Сендер де мені жақсы көретіндеріңді білем. Онда ақылмен шешпейміз ба? Ақылмен келіспейміз ба? Деген сияқты махаббат, мейірім көбірек тәрбие беретін сияқты.
қаталдықтан гөрі. Мен үшін күнделікті бүгінгі таңда 6-7-тен кейін ешқандай кездесулерді қоймауға тырысам. Үйге барып сабақтарын бірге қарауға тырысам. Білмегендерін жаңа екі алған кезінде де айғайламауға тырысам. Неліктен себебін анықтауға тырысам. Сосын мен үшін жексенбі күні, қолым бос болса сенбі күні, осы 2 күн ең негізгі күндерім болып есептеледі. Өйткені балалармен өткізуге тырысам. Киноға апарам, қарлақтырып ойнаймыз, кішкене доп тебеміз деген сияқты. Балаңмен араласып өскен кезде ғана бір-біріңе деген жақындық пайда болады. Оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, ол жүректің ғана ұғынысы. А балаңнан алыс болатын болсаң, ол сенен сескенуі мүмкін, ол сені құрметтеуі мүмкін, қорқуы да мүмкін, бірақ мейірімге өте мұқтаж болуы мүмкін. Әкенің мейірімінің энергиясы ол өте үлкен нәрсе. Ол баланы ұрыспай-ақ, таяқтамай-ақ өсіруге күші толығынан жететін дүние деп түсінемін. Балаларымды бүгінгі таңда робототехникаға барып тұрам. Өкінішке орай жетісіне бір рет өтеді. Бірақ қалған уақыттарында балаларым ағылшын тілін оқуға барады, шахматқа барады міндетті түрде. Міндетті түрде таэквондоға, спортқа барады. Сондай баратын жерлер домбыраға барады, Қарақат мектеп студиясына. Ән айтуға барады. Ол ертең әнші болып, дүлдүл күйші болмаса да, жаңағы айтып отырған этнопедагогика мен этнопсихология ғылымы, ол өзінің дүниесінен дейді, өзінің ұлттық дүниесінен, ана тілінен бала қорек алады. Сол қорегін тоқтатпау мақсатында. Сондықтан менің балаларым таңертең сабаққа кете ме, түстен кейін баратыны бола ма, бәрібір таңертеңнен тағы да басқа баратын жерлер бар, олар күнімен айналып, әйтеуір бір ілімде жүреді. Өйткені біріншіден ол еңбекқорлыққа тәрбиелейді. Екіншіден дамыл таппауға тәрбиелейді. Үшіншіден шахматты ойнап білмей, логиканы дамытау деудің өзі бір қате түсінік сияқты ғой. Шахмат ол өте қажет дүние. Сол сияқты спорт. Ол ертең каратист болып әлем чемпионы бола ма, болмай ма, бірақ бүгінгі таңда өзінің дене шынықтыруын, қалпына келтіруін, әртүрлі жаңағы приемдар дейміз ғой. Соның бәрін біліп, ең басы спортқа қатысты ортада өсуі маңызды. Тердің иісін сезіп, соған еңбектеніп, ертең біреуді жеңер, біреуден жеңіліп қалар. Күрестің не екенін дәмін кішкентайынан сезіп өту маңызды деп ойлаймын. Al kene, har kısımdı salıp ağudar, var, var kısımdı sal deyip, al, hay Allah'a çereysın, bugün gecedir, bir gel. Балалардың тамағы тоқ, бәрі далаға шығып ойнайтын өзінің жаңағы күнделікті күнтізбесін дұрыстап орындаған болса, менің қарным ашқан түкке тұрмайды. Мен ол үшін ешқашан Қарақатқа дауыс көтеріп, менің тамағым бұлай емес пе, солай емес пе деп көрген адам емеспін. Сол үшін дау көтеріп, ондай әдет жоқ, өйткені біздің әр сөйлеген сөзіміз балаларымызға әсер етеді. Мен одан да Қарақатқа дауыс көтеруден гөрі себепті себепсіз гүл сыйлауды үйретемін балаларға. Анасына деген құрмет, ол ертең өзінің әйеліне деген құрмет. Өзінің әйеліне деген құрмет, өзінің отбасының берік болуына деген алғашқы қадамдар деп ойлаймын. Сондықтан мен үшін тамақ дайын тұрмау маңызды дүние емес. Аштықтан ешқайсымыз өліп қалмаймыз. Әрине ер адамды асқазан арқылы үйту керек, бүйту керек деп атады. Олай емес, ақыл арқылы, парасат арқылы, мейірім мен махаббат арқылы бәріміз содан бірінші рухани қоректенеміз.
рухани қоректенген адам қарнының бір сағат ашқанына немесе бір тәулікке ашқанына Аллаға шүкір бәріміз ораза ұстаймыз. 30 күн деп ештеңке ішпей, ол деген бізді көп нәрсеге, тағы да көп нәрсеге үйретеді. Төзімділікке, сабырлыққа, қарның ашқанын ода тұрған не бар деп қараймын. Қателіксіз пенде болмайды. Біз ең басты жас кезімізде үйленіп тұңғышымыз дүниеге келеді ғой. Сол кезде әлі өзіміз де жас болып тұрамыз. Ой түю, жаңағы ұрпақ тәрбиесіне қарау бірден келмейді адамға. Бірақ жүрегің қуанады. Екен сенің балаң ғой. Бірақ сен жұмысыңды көбінесе басты мақсат деп ұғасың. Өзің айтасың, мен осы балам үшін істеп жатырмын ғой барлығын. Мен бір ай командировкада жүре беруіме болады. Бұны үйдегі анасы тәрбиелейді деп ойлайсың, Сондықтан кейбір қателер жіберу адамға жат емес негізі. Қате не үшін? Қате жөндеу үшін. Балаң сенің ең бірінші жүрегіңді сезу керек. А жүрегіңді қалай жеткізесің? Тек қана әңгімемен. Тек қана әңгімемен қоректендіресің. Тек қана әңгімемен сен оны тәрбиелейсің. Айғаймен емес. Әңгімелесіп отырып, бірінші жол ұқпай қалуы да мүмкін. Саған бір қарсы сұрақтар қоюы да мүмкін. Сабыр түбі сары алтын. Сол сабырды тіптен ішіңе сыймай осы қазір жарылайын деп тұрсаң, далаға шығып кет. Бір 5-10 минут серуендеп кішкене жүйкеңді орнына сал. Өйткені ашу ешқашан дұрыс шешім бермейді. Ашу адастырады. Ашу басқаның күшіне алып келеді. Сабыр Алланың күшіне алып келеді. Бірінші кеңес анасына қарап қызын ал дейді. Яғни анасы қандай болады, қыз тура сондай болады. Өйткені қыз бала әкесінің өте жүрегімен жақсы көргенімен күнделікті әкесінің айта алмайтын тәрбиесін анасы береді. Егер анасының жүрегі таза, мейірімге толы, әрбір нәрсеге бүйтіп әсіре қызылға қызыға кетпейтін сабырмен өсірген қыз болатын болса, оны анасына қарап қана білесіз. Қыздың бәрі сұлу, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шығады дейді ғой қазақ. Сондықтан бірінші міндет ол анасымен танысып, анасын білу деп ойлаймын. Сосын ол күрделі мәселе өзіміздің де басымыздан өткен. Өзім үйлену керек екенін түсінем, бірақ кімге екенін ұқпаймын да. Қайсы мына толып жүрген сұлу қыздардың қайсы ертең төзімді, қайсы балаларының анасы бола алады. Қайсы ертең мен қасымда бірге иыққа иық тіресіп тұра алады. Қиын да қыстау кездерде пенде болғасын бәрінің басында неше түрлі жағдай болады. Өмір ғой бұл. Сол кезде қасында тұратын жарың балаларыңа қалай қарай алаттың бәрі мыңдаған сұрақ келеді де ойлана бастайсың. Өз басым бұдан жол табу үшін көп іздеп, көп жүрдім, көп қарадым. Мен үшін бұл міндетті түрде қазақы қыз, мен үшін міндетті түрде ауылда өскен қыз болу керек болды. Неге? Өйткені біз ауылда өскен, сана сезіміміз қаланыкінен кішкене бөлектеу. Ол деген сөз әрине қаланың қыздар жаман деген сөз емес ешқандай. Мына ішкі гармония болу үшін. Сен ауылда қалай өстің, сенің қалан қызына түсіндіре алмайсың. Ол да керемет жан болуы мүмкін, бірақ осындай бір кішкентай нәрселерде түсінбестік пайда болуы да мүмкін да. Ол менің өз ойым, мен оны ешкімге үлгі қылып айта алмаймын. Сөйтіп барып мен міндетті түрде ауылда өскен қыз іздедім. Және де ол өзіміздің жақтың қызы болса деп іздедім. Өйткені әр елдің салты басқа, иттері қара басқа дейді. Мысалға басқа қаланың, басқа елдің түсінігі кішкене біздің түсінік басқашалау болуы мүмкін. Бір жерлерде мысалға қыздарға сыңсу айтқызады, міндетті түрде бір жерде айтқызбайды.
деген сияқты бәріміз бір қазақ болсақ та қалыптасқан сөзіміздің өзінде біраз айырмашылықтар бар. Мысалға, иә, орталық Қазақстан бір бөлек, Шымкент екі бөлек, батыс Қазақстан үш бөлек. Бәріміз бір қазақпыз. Бәріміздің ниетіміз, қонақжайлығымыз бәрі қалыптасқан бір қазақпыз. Бірақ кішкене өзгешеліктеріміз бар. Тіптен сөзіміздің өзінде. Екінші, баланы жастан, әйелді бастан дейді қазақ. Бастан деген ол тағы да ұрып соғып қорқыту емес. Мен мысалға өзім үйленген кезде неке қиюға мешітке бардым. Кәдімгідей некемізді қиғыза тұрып, жаратқан Алладан әрине әр пенде сияқты бақыт сұрадым, береке тіледім. Сосын өзім сөз бердім. Мен ешқашан ажыраспаймын. Ол өте маңызды. Өйткені бір күмәнді ойды мына жеріңе салып қойсаң, ол да дәнек сияқты өседі. Ал бір ойды бекітіп қойсаң, ол да өседі. Өсе келе сенің отбасының беріктігіне әрине кемшіліксіз адам жоқ, бәрімізде кемшілік бар. Бірақ жаңағындай күмәнді ойды салып, оны бекітпесең, жаңағындай мен ешқашан ажыраспаймын деп бекітіп қойғаннан кейін сен сол уақытта ойлайсың, сол уақытта өмір сүресің. Кешіріммен қарайсың, өзіңді де екшеп қоясың. Мен мынаны істемеуім керек, мен ренжітпеуім керек, мен әсіресе жүрегін жылатпауым керек деген ойлар бір-біріңді жыл өткен сайын қалыптастырып, бір-біріңе жақындастырып, мына екі қол сияқты бүйтіп жақындап келіп, бірігіп, бір тұтас жұдырыққа айналдырмайынша отбасының беріктігінде әрқашан бір кінәрат болып тұратын сияқты ғой. Сондықтан балаларыма тәрбиемде де осы жұдырық. Мына бесеуің деймін, бұлай тұрғанда әрқайсыңда ақылдысыңдар, әрқайсыңда менің жүрегімдесіңдер. Бірақ та мына қолмен ертең біз боксқа шығып, бұлай ұратын болсақ, ешкімді құлата алмаймыз. Ал оны бүйтіп жұматын болсақ, жұдырыққа айналамыз. Жұдырықпен дәл тигізетін болсақ, біз кез келген жауды құлатамыз.